Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір математика сабағы. Математикадан бүгінгі тақырыбымыз пікірлердің ақиқаттығы және жалғандығы. Бүгінгі сабақта математикалық мазмұндағы пікірлер құрастырып, олардың ақиқаттығын және жалғандығын анықтайтын боламыз. Қазір кітабымыздың 49-шы бетіндегі балалар екінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде бізге пікірлер берілген, осы пікірлердің ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтауымыз керек. Өрт кезінде 101-ге хабарлас дейді. Балалар, бұл бізде ақиқат. Келесі, өрт кезінде үйде жасырыну керек. Жоқ балалар, жалған. Өрт кезінде үйде жасырынуға болмайды. Өрт тілсіз жау. Ақиқат пікір болады. Өртті өрт сөндірушілер сөндіреді. Бұл балалар ақиқат. Өртті өрт сөндірушілер келіп сөндіреді. Келесі, өрт сөндіргіш құралды қол жетпейтін жерде сақтау керек. Жоқ балалар, жалған болады. Себебі өздеріңде байқасаңдар, жәнегі қызыл баллончиктар болады өрт сөндіруге арналған. Ол баллончиктарды қол жетімді жерге іліп қояды. Сол себепті бұл жалған болады. Келесі, кітабымыздың 50-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде балалар тек қана жалған пікірлер берілген. Осы жалған пікірлерді екендігі жалған сөзімен аяқтап жазуымыз керек. Қандай пікірлер пайда болды, мен қазір сендерге оқып беремін. Кез келген төртбұрыштың 3 төбесі бар екендігі жалған. Тонна ұзындық өлшем бірлігі екендігі жалған. 45 пен 10 сандарының қосындысы 54-ке тең екендігі жалған. 45 пен 10-ның қосындысы балалар 55-ке тең болады, е? Жақсы, келесі 4-ші тапсырма. Жоққа шығар ойыны екендігі жалған сөзімен аяқталатын пікір құрастыруымыз керек. Дельфиннің орманда өмір сүретіндігі жалған. Әтештің ұша алатындығы жалған. 4-тің 2-ге бөлінбейтіндігі жалған. Осы сияқты балалар кез келген жәнегі пікірді екендігі жалған сөзімен алмастыруға болады. Театрда адамдар спортпен айналысатындығы жалған. Мысық тышқанды ауламайтындығы жалған. Деген сияқты жәнегі пікірлерді алмастыруға болады екен. Келесі тапсырма балалар кітабымыздың 50-ші бетінде берілген 5-ші тапсырма. Ақиқат пікірлерді тап, егер пікір жалған болса, жоққа шығар дейді. Бұл жердегі ақиқат пікір балалар, жәнегі 12 саны 2 таңбалы сан және жұп сан. Бұл бізде ақиқат болады. Келесі 6-шы 19 және 18 сандарының қосындысы 37-ге тең. Яғни бұл екі пікір балалар бізде ақиқат пікір. Егер жалған пікір болса, жоққа шығар дейді. Оны былай жоққа шығарамыз балалар. 27 саны 9-ға бөлінеді және 30-дан үлкен емес. 36 мен 14 сандарының қосындысы 40-қа тең емес. Емес деп жоққа шығарып отырамыз. 80 мен 15-тің айырмасы 80 мен 25-тің айырмасынан кем емес. 14 және 25 3 таңбалы сандар емес. Кез келген тік төртбұрыш шаршы емес. Тек балалар жоққа шығарамыз. Келесі балалар 7-ші тапсырма кітабымыздың 51-ші бетінде берілген. Жоқ балалар 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырмада сендерге сызбалар берілген. Осы жердегі мәтін есептерге жәнегі сызбамен теңдеуді таңдауымыз керек. Бізде бірінші мәтін есепке қала мен ауылдың ара қашықтығы 210 км. Студент қаладан ауылға бару үшін алдымен 50 км/сағат жылдамдықпен жүретін автобусқа отырды. Қалған 60 км жолды ол жол жөнекей кездескен машинемен жүрді. Студент автобуспен қанша сағат жүрді? Балалар, бізге жәнегі студенттің автобуспен жүрген жолын табу керек. Ол үшін 50-ді x-қа көбейтеміз, яғни жәнегі уақытқа көбейтеміз. Одан 60 км-ді азайтамыз. Тең 210-ға. Келесі қосамыз. Тең 210. Бізге мына жердегі жәнегі қанша
жолды автобуспен жүргендігін тауып алуымыз керек. Яғни бұл жерде жылдамдықты уақытқа көбейтетін болсақ, бізге ара қашықтық, яғни қанша жолды автобуспен жүргендігі шығады. Келесі тапсырма. Қала мен ауылдың ара қашықтығы 210 километр. Студент қаладан ауылға бару үшін 50 км сағат жылдамдықпен жүретін автобуспен 3 сағат жүрді. Міне балалар, 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат 50 километрден, яғни 150 км жолды жүрді. Енді қалған жолды ол жол жөнекей кездескен машинамен жүрді. Мынаны машинамен жүрді, бірақ бұл қанша жол екені бізге белгісіз. Осы жолды табуымыз керек. Студент машинамен қандай ара қашықтықты жүріп өтті? Ол үшін балалар 50-ді 3-ке көбейтеміз, яғни жәнегі студенттің бару үшін автобуспен жүрген жолын тауып аламыз. Ол автобуспен жүрген жолын табу үшін 50-ді 3-ке көбейтеміз. Ары қарай бізде барлық жол 210 км. Енді автобуспен жүрген жолға жәнегі машинамен жүрген жолды қосамыз, сол кезде бізге 210 шығу керек. Олай болатын болса, мына теңдеу бізде екінші мәтін есептің теңдеуі болады екен. Келесі 7-ші тапсырма. Табиғат зерттеушілеріне көбінесе әртүрлі есептерді жиі шығаруға тура келеді дейді. Оларға көмектес, есептерді шығар, өрнектерді жаз дейді. Балалар, мен сендерге тек қана өрнектерді жазып тұрмын. Инелік қанатын секундына 1600 рет қағады. Ол 1 минутта қанатын неше рет қағады? 1 минутта балалар бізде жәнегі 60 секунд бар. Мен неге секунд қайландырдым? Себебі бізде жәнегі мына инеліктің секундына 1600 рет қағады дейді. Ол 1 минуттағын табу үшін тағы да біз минутты секунд қайландырамыз. Мұнда да секунд, мұнда да секунд. Ары қарай көбейтетін болсақ, яғни 96.000 рет қанатын қағады екен. Келесі тапсырма. Соны 3 сағатта 27 км жерді ұшып өтеді. Оның жылдамдығы қандай дейді? Яғни бізге балалар ара қашықтықпен уақыт берілген. Олай болатын болса, ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни S-ті Т-ға бөлеміз. Сол кезде бізге міне жылдамдығы балалар белгілі болды. Келесі Б тапсырма. Лашын 60 км сағат жылдамдықпен ұшады. Ал олжасын аулаған кезде оның жылдамдығы 5 есе артады. Яғни оның жылдамдығы 60 км сағат. Ол жәнегі өзінің олжасын, яғни өзіне азық аулаған кезде ол 5 есе артады дейді. Олай болатын болса, 60-ты 5-ке көбейтеміз. Тең 300 км жылдамдықпен ұшады екен. 5 есе артқан кезде. Жақсы.